Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай редиска мен қиярдан салат жасаймын. Жасалу жолы өте оңай. Жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қияр, редиска және укроп, петрушка керек. Редисканы соломка қылып, жіңішке қылып тураймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеоларым шығады, соны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қиярды үстіп салам қылып тураймыз. Бәрін біріктіреміз. Одан кейін укроп пен петрушканы майдалап туралам. Оны да қосамыз, бәрін біріктіріп. Татымына қарай тұз қостым. Қаймақ қостым, дүкеннің қаймағы 20%. Қажетінше қосамыз. Мен 2-3 ас қасықтай қостым. Салатымыз дайын болды. Мен видеомды ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.